Мөп-мөлдір аспаныма нұр сәуле шашқаныңда. Қайрат Түнтеков неге көрінбей кетті? Соңғы кезде Қайрат Түнтеков қайда жүр? Өкінесің, өкініш болады іште. Неге істеймін мен осыны? Неге қуантпаймын халықты деп? Қайрош, сен бір демеп жіберейік деген сияқты. Сенің шығармашылық жолыңды жалғастырайық деп келген ағалар болды ма? Әр тыңдарманыма өзімнің түйде сөзім бар. Сөз бердім. Спойлер болып қалды ғой, но бірден айтып қойды. Негізі әннің тағдырға әсер ететініне сенесіз ба? Уақыт өте келе бір бошқа кіріп алып жасыңды төгесің. Осыдан 18 жыл бұрын, о баста жалындап тұрған жасы, суперстарға, Алматыға келдіңіз, о бастағы арманыңыз қандай еді? Тыңдармандарымнан, өзімнің жақын тыңдармандарымнан кешірім сұраймын. Билейміз Мөп-мөлдір аспаныма нұр сәуле шашқаныңда, үлбіреп аппақ жүзің жүрек тұт шаққаныңда. Кез келген енді тыңдарманның қазақстандық көкейінде жүрген сұрақ, сол сұрақтан бастамасам болмайды. Ал мен өзіңізді көргеніме қуаныштымын, және әрбір қазақстандық тыңдарманның көкейінде жүрген сұрақтан бастаймын әрине. Сұхбатты бірінші қосқан адам сол сұраққа жауап іздейді деп ойлаймын. Қайда жоғалып кетті деп па? Қайрат Түнтеков неге көрінбей кетті? Соңғы кезде Қайрат Түнтеков қайда жүр? Соңғы кездері мен негізінде Шымкентке көшіп келген. Өзім еліме деп, жеріме деп. Алматыда тұрдым ғой енді, қаншама жыл. Сөйтіп, әртүрлі жағдайлар болды. Оның үстіне творчестволық кризис дейді ғой. Сондай қатты не істеп кеттім өзім. Естіген боларсыздар, кәсібім де болды өзімнің. Караокем болды дегендей. Оны да көрдім, жұмыс істедім. Пандемияда жабылып қалды ол жер. Жалпы Шымқаладамын. Осы январьдан бастап Алла қаласа творчествоға кірсем деп өзіме. Бәрекелді. Өзіме бір сөз бердім. Спойлер болып қалды ғой, но бірден айтып қойды. Жоқ. Бірінші сұрақ болғаннан кейін жауап берейін дедім. Сондықтан енді қаншама айтып жүрдім ғой, ойбай мен міне қазір ораламын, үйтем деймін да, сонымен қайттан бір себептермен әйтеуір неден кетіп қаламыз, экраннан мысалы. Енді әртүрлі себеп бар. Себептер көп. Оның бірі әрине бұл еңбек. Айтып отырмын ғой, өзімді бүйтіп сәл тастай салғам, сонымен жұмысымда сәл жүрмей қалды. Бірақ енді қуантатыным сол. Өзімнің әр тыңдарманыма өзімнің түйде сөзім бар. Осы жылы оралам деген. Бәрекелді. Басты уәдеңіз, Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, караоке мен айналыстым деп, мен сіз осы сұхбатқа дайындалған кезде бірнеше сайттар ақтаршысың ғой, енді дайындаласын. Бір неде порталда жазыпты сізді бизнесмен, ресторатор деп жазыпты да. Мен ол жағын жақсы білмейді екен. Енді ресторатор емес, сол бір көрейінші дедім да. Өзімнің нем ғой, өзім әншімін, караоке өзіме келеді. Істетіп көрейінші дедім. Басында енді қиыншылықтар болды. Кейіннен үйреніп алдым. Енді басқа бір ресторанға бірден мейрамхана ашатын болсам, уже білемін. Қалай жүргізу керек екенін. Кәсіпті көрдім, әзірге қойдым. Кәсіпті көрдім, қазір қойдым. Енді өзімнің творчествоммен кішкене айналыспасам, содан кейін Алла нәсіп етсе ашыла береді. Біраз жағдайлар болды деп айтып жатсыз ғой, енді оны біз енді қазақстандық тыңдарман үшін жаңалық емес деп ойлаймын, өткен нәрсе өтті ғой. Одан кейін де талай рет шықтыңыз, жарқ етіп, мысалы Аймесенгерге шықтыңыз. Аймесенгер демекші, мен өз басым ол кезде сізбен бірге жұмыс істегенмін, 31-ші арнада продюсер болып жұмыс істеп жүрген кезде 2017 жылда. Сіз жарқ етіп оралдыңыз, сізбен бірге қаншама роликтер түсірдіңіз. Сол кезде елмен бірге бәріміз қуандық, Қайрат Түнтеков қайтадан оралды деп, бас жүлдені жеңіп алдыңыз, қанша бұл халықаралық жарыс болды ғой. Сол кезде бір қайта оралғандай болдыңыз, бірақ қайтадан не себеп болды одан кейін? Осыған жауап берейін. Сол жерде бір продюсер кезінде Димашты
Қытайдың айым сеңгеріне апарған. Сол кісі айым сеңгерде жүрген кезімде. Ойбай, болды, мен Қытайға кетеміз. Сондай бір құлағымды қатты көтеріп қойған еді. Сонымен болмай қалдық нәрсе. Қытайға барамадық. Білмеймін. Адам айтты, сонымен енді ренжімейсің ғой ешкімге. Дедім, қойдым, жарайды деп. Негізінде менің сол осы айым сеңгерден кейін Қазақстандық Қытайға барып, Қытайдың конкурстарына қатысамын деген бір сондай бір үміт болған. Айым сеңгердің Қытайдағы конкурсынан продюсер келген есімде, бірақ мен ол кісімен жақын жұмыс істемедім, бірақ бұл сіз айтып отқаныңыз мен үшін бір. Сонымен сәл болмай қалды, келіспеушілік болды. Бірақ ренжімейміз ешкімге. Қазір жалпы концерттерге шақырту алып тұрасыз ба? Негізі съемкаларға бәріне шақырту аламын. Айтып отырмын ғой, өзім бір кішкене творчествомды бір дұрыстап алайын, бастап алайын деймін да. Содан кейін уже съемкаларға бара беремін деймін. Мысалы, Қазақ премияға да шақырды, ар жаққа да шақырып жатыр. Қазақ Таймсқа да қанша шақырып жатыр. Бірақ осы себепті әйтеуір қазір мен музыкамды сәл дұрыстап алайын, бір-екі жаңалық шығарайын, бір-екі бейнебаян түсірейін деген сияқты. Содан кейін сонда өзіңізде болып тұр ғой себебі. Перфекционизм ба бұл, әлде мінез ба? Білмеймін. Бірдеңеге көңілім қалса қатты қалып қалады, сондай адам өзім. Не нәрседен көңіліңіз қалды? Негізі да. Жоқ, ол өткен нәрсе өтті, одан кейін де камбэктер болды ғой сізде, мысалы, иә? Жаңа клиппен шықтыңыз. Бірақ менің бір жақсы жерім, егер мақсат қойдым ба, соған жетпей қоймаймын. Сондайым бар. Бірақ егер істемесем жүре беремін деп. Саламатсыздар ма деп. Сонда өз-өзіңізге көңіліңіз толмай тұр ғой, өз әніңізге деген сияқты. Неге толады ғой? Мүмкін әлі музыкада өзім таппай жүрген шығармын. Өзім стилімді, әр түрлі стильде айтамын, білесіздер, әр түрлі тілде айтамын. Бірақ бір нәрсе жетпейтін сияқты сәл-сәл. Былай 90 ауыз сөзді толықтап түйіндеп айтқан кезде өзіңіздің шығармашылығыңызға, өзіңіз жарыққа шығарып жүрген әндерге бір көңіліңіз толмайтын сияқты да, бірақ дегенмен де мен айтқым келеді да. Мысалы, Қазақстанда біз қанша жыл үзіліс алдыңыз, соның өзінде, мысалы, желіде қай жерде ашып қалсам да шулап жатқан халық та қазақстандық тыңдарман. Кайрат уникальный певец, один из самых уникальных певцов. Феномен Кайрата Тунтекова деп айтып жатады. Әзір осы жылдағы 2023-тің соңындағы сауалнама нәтижесінде де қазақстандық тыңдарман Евровидениеде Қазақстанның атынан шығуға лайықты деп таныған 3 әншінің бірі екенсіз. Сонша жылдық үзіліске қарамай, иә? Сонда сіз өзіңізге көңіліңіз толмағаныңыз, сонда халықтың соншалықты ықыласы сізге жеткіліксіз болды? Жеткілікті. Мен халыққа ризамын. Халық көтерді ғой. Халық шығарды мені. Иә, әлі де күтеді, әлі де жазады. Негізі көбіне өзімнен бар ғой, сөздің ашығы. Сол сәл еріншеліктілік мүмкін сондай болып қалды арасында. Кейбір жұлдыздар да болады ғой осы, егер отбасын құрғаннан кейін бір отбасына көңіл ауып кетеді. Сізде де сондай болған шығар мүмкін? Жоқ. Ондай болған жоқ. Творчествоға айтып отырмын ғой, бүйтіп мені былтырда айттым ғой, досыма да айтып отырмын. Болды, январьдан бастап қалай Алла қаласа жаңа жылды күтіп аламыз. Осы жыл біздің жыл болу керек деп. Жақсы. Онда бисмиллясын бізбен бірге бастапсыз. Алда қандай жоспар шығармашылық жағынан? Әндер, альбом. Енді қазір альбом андай баяғы сияқты емес қой. 15 өлең, 20 өлең, не обязательно ондай керек. Қазір 5 өлеңнің өзі жетеді, мысалы альбомға. Просто жаңағыдай достойный әндер болса, качественный. Өзім качествоны жақсы көремін. Мысалы бір өлеңге бір 5 ай, 6 ай, бір жылға дейін созылып кетеді. Мысалы анау ұшқан бағым деген клип шыққан еді кезінде, таудағы. Сол әнді де бір жыл жаздық қой. Бір әнді ма? Бір әнді. 6 минуттық қой өзі. 6,5 минут па сондай қой. Соны бір жылдай жаздық.
анаусын ауыстырамыз. Виолончель қостым, скрипка қостым, живой инструменттер қаншама қостым. Міне дүние деп соны айтуға болады. Сондай нәрсеге ғана көңіліңіз толады. Әлі күнге шейін мысалы ол өлеңді даже не реакция да болды оған. Иә, әрине. Шетелдегілер реакция болды. Бәрі жылап. Бірақ сіз білесіз, қазіргі таңда мысалы бір айда немесе бір аптада, бір күнде, 3 күнде өлең шығарып жұлдыз болып кетіп жатқандар бар ғой? Интернет қой қазір енді. Иә. Қазір TikTok, Instagram. Негізі TikTok мықты отыр ғой қазіргі таңда. Трендте, иә. Өйткені тек қана сол ғана шығарып отыр ғой. Мысалы бір ән шығады ма? Мысалы анау Слово пацанадағы Айгел ма кім еді? Пиалай ма? Қалай өлең? Пиалай. Сол әнде мысалы 2019-да шыққан ғой. Мен білмейді екенмін. TikTok-тың арқасында, жаңағы Слово пацананың арқасында жарды. Қазір әлемдік чартта бірінші орында тұр. Иә. Сіз енді сондай әншілерге мойындамайсыз ба ондай әндерді? Мойындаймын. Неге мысалы осылай бір білмеймін енді. Необычно шыққан да. Необычно шыққан, бірақ енді халықтың назары аудару үшін оған 4 жыл кетіп тұр ғой былай қарағанда. Иә. Сондай бір трендтегі әндер жазу, білмеймін, бір трендті ұстап қалу деген сияқты қатты бір Пуэрто-Рико деген сияқты. Иә. Ойда бар. Бірақтан мен өзім качественный музыка жазғанды қалаймын. Ол халыққа кейде ұнамай қалуы мүмкін. Бірақ өзімнің көңілімнен шықса, халықтың көңілінен шығады деген ой. Қазір бар ма бір-екі ән дайын болған? Есімдеме деген шықты ғой, осы ZTB Music'те. Жазда, иә? Жазда жазылды ма сол? Иә, жазда. Ерекше бөлек бір түрлі. Керемет ән. Керемет ән, есі жоқ. Негізі өлеңдеріңіз өзіңіз жазасыз, иә, әндеріңізді? Жоқ, ол әнді маған жазып берді. Тағы бір інішек. Өзі кішкентай кезден мені тыңдаған ба, легендаға деп жазып берейін сізге деп бір-екі жазып берейін. Қандай әндеріңіз өзіңіз де жазасыз, иә? Өзім де шығарам ән, бірақ сөз жазбаймын. Сөз жазбайсыз. Қайсы әндеріңіз өзіңіз жазыңыз? Осы толқындан шығардым. Осы толқында сөз енді бір қыздікі, ән өзімдікі. Қалай кетті? Маған осы қызықта сіздің қанша хиттарыңыз бар, сағындым мен. Ол әндер енді менің жастық шағым ғой енді. Сіздің ғана емес қанша бір буынның жастық шағымен байланыстырып. 2006-2007-те шыққан әндер ғой. Иә. Бірақ әлі күнге шейін сол әндерді тыңдаймын. Әрине, мен өзім де тыңдаймын ол әндерді. Мысалы, бір той-томалыққа барасың, алғаш сөзімді айт. Сіз сіздің енді хит әндеріңіз көп қой, маған жаңа жалпы қызықта сізден сұрап жатқан қалай сіз айтып жатсыз ғой 1 жыл бойы дайындалып шығардым деп ше, жаңа ұшқан бағым. Мысалға, білмеймін енді, алау сезім болсын, сағынды мен болсын, сол қалай өмірге келді? Маған қызық, сіз қалай шабыттанасыз? Ол әндерді өзім жазбаған. Марат Маликов деген лақап аты мэр. Өзінің студиясы бар. Сөйтіп, студиясына бардым, барып қалдым. Қалай әннің өзінің бір тарихын айтып берейін де, историясын. Алау сезім ау деймін. Жоқ, бірінші сол өшпес сезім. Сағындым мен. Мынандай өлең бар. Жас көрші деп. Әшейін бірақ дубльмен айтып шыққам. Сол запистер әлі жүр ғой. Айтқаным, анау кәдімгі жарды баңқ еткізіп. Опа. Бірақ өзде өзімнің дауысымнан ұялатын. Неге? Жаспын ғой, кішкентаймын. Қанша жаста? 15 бар, сондайдамын ғой. 16, 17 даже. Сөйтіп, сол әндерімнен сәл ұялатын. Кейін өсе келе үйрендік қой. Сөйтсек ол кәдімгі хит екен ғой. Сөйтсем хитқа айналып кетті ғой дейсіз ғой? Хитқа айналып кетіпті. Француз әні де, иә, сіздің жұлдызыңыз жаққан әндердің бірі болды, иә, ол әнді сіз ғана орындаған жоқсыз, бірнеше әншілер атақты орындап шықты, солардың бірі Димаш Құдайберген. Иә, мен 2010-да айттым. Бірінші алып келдім осы әнді. Конкурста. Сөйтіп, Димаш барып, Қытайда бір көрсетті оны. Керемет, талант жігіт қой. Желіде мынандай пікірлерді оқып қалдым. Бір емес, бірнеше рет
оқығаннан кейін сұрағым келіп тұр. Осы әнді француз әнін Қайрат Түнтеков Димаштан озып орындаған деп айтады да. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Біріншіден ол екеуміздің стиліміз екі түрлі ғой. Менде эстрадный ғой более. Ал да жаңағыдай театральный, мен сөйлеймін жаңағыдай. Сондықтан екеуміздің орындауымыз да жақсы шыққан. Менікі айтып отырмын ғой, жаңағы попса болып шыққан да более. Оныкі уже более операға жақын деген сияқты. Білмеймін, ол не үшін салыстыратынын мен түсінбеймін және негізінде. Мен ол әнді айтып жүрдім, кейін Димаш айтып шықты. Сосын мен негізінен өлеңді қойып кеттім ғой айтуға. Қазір айтпаймын вообще. Неге? Оның сөздері өте ауыр. Кәдімгі тікелей өлім туралы да. Сондықтан Көпшілік түсінбей тыңдай береді дейсіз ғой. Оған вальс билеп бәрі сөйтіп жүр мысалы. Сосын айтатын болдық қазір. Тойда бірдеңкені сұрайды, французскийді айтыңызшы. Ренжімеңіздер. Өтініш. Осындай историясы сондай. Соны кейін айтпаймын деп. Негізі әннің тағдырға әсер ететініне сенесіз ба? Иә. Басыңызда болды ма сондай нәрсе? Жоқ. Бірақ біз анау неміз ғой, қазақ. Ырымшылмыз. Ырымшылмыз, иә. Ырымшылмыз, содан кейін қойдым осы әнді қой. Бірақ көпшіліктің есінде қалып қалған орындауларыңыздың бірі, иә? Айтып жатырмыз ғой, қазіргі таңда әншілер көбейіп кетті, оның ішінде тиктоктың да үлесі бар. Қазіргі таңда тиктоктың ең басты үлесі болып тұр ғой. Тикток деген. Иә, тренд болып тұр. Қазіргі таңдағы әншілердің арасынан болсын, білмеймін, сіз үшін үздік әншілер кімдер? Или ең үздік әнші кім сіз үшін? Жаңа әншілердің ба? Жаңа әншілер болсын, бір үнемі тыңдап жүретін плейлистіңізде кім бар мысалға? Білмеймін, енді басқаша естілетін шығар. Бірақ Ирина Кайратованың балдары өте талантты. Солар көбінесе тыңдаймын. Сосын жаңағы Принц. Енді рэпке келген кезде эстрада жағынан енді сол баяғы мэтрлеріміз ғой өзіміздің. Музарт. Маған просто қызықта, мысалы, Алла Пугачева скриптониттің үлкен фаны екен, да? Мысалы, сол секілді сіз кімді тыңдайсыз, сіз кімді мойындайсыз деген сияқты. Садрадин. 18 жаста, жап жас 18 болады. жаста өзіміздің жерлес. Бірақ әндері андай мағынасы бар да. Жүрекке жететін. Өзі де талантты жігіт. Өзі де айтады, ровный пацан дейді. Ешқандай несі жоқ. Ирина Кайратованың көбісі трендте екені белгілі, бірақ музыка жағына келгенде, бір басқа жағына келгенде көп сынға ұшырап жатады, иә? Сіз қалай ойлайсыз, олар музыканттар емес негізі? Түптеп келгенде. 5000-ға қатты ұнады маған. Сосын кеттік бәрін таста, да? Солар. 5000-ға керемет өтін шықты ғой негізінде. Клип. Клип ой, мағынасы бар да. Тағы кімдер бар? Қанай. Жігіттер тоже, в принципе, талантлы. Шымкенттен шыққан рэпер Шиза бар, иә? Мысалы, тыңдап қоямыз. Тыңдайсыз ба? Таныссыз ба? Таныспын. Таныссыз. Мысалға, қазіргі күні трендте жүрген әншілердің бірі ғой. Коллаб жасау ойға келмеді ме? Сіздің даусыңызбен оның дауысы, мен білмеймін, бір тың дүние шығатын шығар, мүлде басқаша. Ойда да болды, көріскен кезде де айтқанбыз, жазайық деп. Содан қалды олды. Бұйыртса, Құдай қаласа, осы жылы фиттерді болады ғой. Құдай қаласа күтеміз онда. 91 мысалы қанша сынға ұшырады кезінде. Бастаған кезде. Бірақ әндері керемет. Ұнайды маған әндері. Бірақ олар біраз қиын кезеңдерден өтті, осы дәрежеге жетем дегенше. Қазір уже андай да, ешкім не істемейді. Қатты мән бермейді.
жаңа айтып жатсыз ғой, шығармашылық кризис деген ол қалыпты жағдай деп ойлаймын. Кез келген, ол әнші емес, кез келген шығармашыл тұлғаның бойында болатын нәрсе. Сондықтан да шығармашыл тұлғалардың қасында продюсер, менеджер жүреді, мысалға, немесе демеп жүретін кісілер болады, бір себепші болатын. Сізде де болды ондай кісі, Динар адам, иә, болды? Иә, Динар адаммен істедік. Сонымен келіспеушілік болып тоже. Ол кезде мен де жаспын ғой. Иә. Біраз нәрсені түсінбеймін. Елдің де сөзі бар, иә, еріп кететін. Елдің де сөзі бар. Жалпы, мысалы, үзілісте жүрген кезде халық сізді соншалықты іздеп жатыр, бірақ солардың арасында келіп Қайрош, сен бір демеп жіберейік деген сияқты бір белгілі бір дәрежеге жеткен аға буын әншілер болсын, немесе білмеймін, басқа саладан болсын, сенің шығармашылық жолыңды жалғастырайық деп келген ағалар болды ма? Болды, бірақ көбіне бос сөз екен. Мына кезінде мысалы жастауымда да енді тойға шақырып алады, біз жаспыз, әлі зеленыймыз. О, Қайратшы, мынаны істеп беремін, мынаны істеп беремін. $1,000,000 бөлемін. Тойына шақырғанда тойынан кейін болу жоқ. Сол сияқты да. Содан кейін де қазір сене бермейсің да ешкімге. 300-не келгенде нақты іс-әрекет жоқ. Иә, өзің істегенің дұрыс. Конечно, көмек бергендер болды, ағаларымыз. Енді қиын жағдайлар болды ғой, бастан өтті. Сол кездерде әйтеуір кішкене демеп жүрген кісілер болды. Көп болмаса да әйтеуір шүкір. Қиын жағдай дегенде көп білмеймін, мен журналист ретінде мен білемін, көпшілікте біледі деп ойлаймын. 2012 жылы бастан өткен оқиға, оған оралудың қажеті жоқ, бірақ негізі бір переломный момент деп айтады ғой, өнер жолына әсер еткен сәттердің бірі болды ғой, иә, әзірге дейін менің сезуімше да, сізбен сөйлесіп, әлі күнге дейін бір лебі бар сияқты да сол нәрсенің. Өтіп кетсе де, сіз ақталып шықсаңыз да бәрі жақсы болса да қазіргі таңда. Жоқ, енді ол жаққа да өтпе жоқ. Бірақ жастық болды. Бірақ шүкір, ешкім қаза тапқан жоқ. Әрине. Соған шүкір. Жаңа 15 жаста хит жаздым деп жатсыз ғой, бірінші хит, бір дубльмен айттым, хит болып кетті деп. Қалай ойлайсыз, осы бір кішкене жаңағы таланттан бөлек бағдар керек екен, иә, бәрібір әншіге, шығармашылық тұлғаға бір ментордың қасыңызда бір сондай бір бой тіктеген адамның бір жоқтығы сезілді ма, сондай адамның орны, сондай адам болмады ма өміріңізде, қалай ойлайсыз? Қандай, продюсер ма? Продюсер болсын, жанашыр туған бауырыңыз болсын. Мысалға, мен былай зерттеп қарасам, кейбір әлемдік әншілердің де, ерте жұлдыз болған әншілерде де сондай нәрсе бар да, мысалы, бір-екі кейсті келтіріп былай есіме алып отырсам, қасында нақты бір, енді бірден жұлдыз болып кеткен, жас кезінен жұлдыз болып кеткен тұлғалар әлі, енді бой тіктемеген ғой тұлға ретінде, қасында бір негіз болып жүретін, арқа сүйер болатын бір жанашыры, менторы өмірде, сондай бір жақын адамның жоқтығы әсер еткен жағдайлар да бар да, негізі? Негізі бар, бірақ шүкір қасымда қазір досым, өзімнің көмекшім, жанашырым қасымда жүреді. Әйтеуір жаңағыдай творчестволық сұрақтар болса, не болса, бәрін әйтеуір шешіп жүреді. Жақсы. Отбасыңыз туралы айтып беріңізші. Отбасы? Бір тәп-тәтті қызым бар деп айтқан екенсіз, осыдан 2 жыл бұрынғы сұхбатты көрдім, тұңғышыңыздың. Әйтеуір есіндесіз, ешкімге айтпай үйленгеніңіз. Оны ешкімге айтқым келмей жүрген еді. Сөйтіп. Айтқызып алды ма сізден сұхбат алған адам? Жоқ, сұхбат емес. Келіншегім босанған кезде досымыз бар. Сол шығарып жіберген ғой. Сонымен негізі айтып келген жоқ еді ешкімге. Жариялап жіберді ма? Жариялап жіберді. Бірақ енді оны былай өтіп кетті, өткізіп, қатты бүйтіп ешкім не істемеді. Назарға іліккен жоқ дейсіз ғой. Иә. 3 жаста қызым бар, 3-тен асты. Тәтті.
өзім сияқты талантты деп өзім. Дауысы бар ма? Слухы да таңғаламын, керемет. Бірақ өнерге жоламасын деген бір өзімнің ойым бар. Неге? Білмеймін, врач болады-ау. Негізі спортивный гимнастикаға беремін деп отырмын. Сондай қызығып жүресіз. Мостик істейді, сальто жасайды, секіреді. Болмаса жаңағыдай медицинаға, дәрігерлікке. Бірақ Ондайды да жақсы көреді. Ана ойыншықтарын қандай супермаркетке кірсе сол ойыншықтарды алады ғой. Құлаққа тағатын. соған өзін емдеп жүреді, уколын салып жүреді. Жүгіріп келіп. Сол. Аллаға шүкір. Енді осыдан білмеймін, енді бұл айтпасақ та осыдан 1-2 ай бұрын бауырыңыздың қайтқанын естіп, иманды болсын. Әмин. Басында сезбейді екенсің, бірақ уақыт өте келе бір бұрышқа кіріп алып жасыңды төгесің. Бірақ сөйтіп босанып тұрған дұрыс та. Ішінде ұстап тұрғаннан. Туған барыңыз ғой? 10 жас үлкен. 86 болса, 76 болды. Артынан бала шағасы қалды. Сол аяқ астынан қалды. Сондай жағдайға қарамастан бізге сұхбат беруге келіскеніңізге тағы да алғысымды білдіремін. Сіздерге рахмет. Енді әңгіме оны басқа жаққа бұрайық. Позитивке орайға? Иә. Жаңа айтып жатсыз ғой, енді осыдан бастап енді өнер жолын қолға аламын деп. Қазіргі таңда өнер жолында қандай әртістермен араласып тұрасыз? Бәрімен араласамын, көрген жерде. Бірақ былайынан араластығымыз жоқ. Дәм-тұздас әншілер жоқ па? Еркін Нұржановпен араласып тұрамыз. Ол да Шымкентте ойнайды. Сосын Нұржан ағамызбен. Төлендиев. Тука. Ол кісімен да. Енді осы жерде бәріміз осы жерде тұрғаннан кейін Азатбек ағамызбен жиі-жиі неғып тұрамыз, көрісіп араласып. Сол осында мереке ұйымдастыратын нелер бар ғой, ивенттер, солардың басшыларымен бәріміз. Тойларға шығып тұрасыз, жақсы араласып тұрамыз. Ал басқа жұлдыздармен, басқа өнер адамдармен жаңағыдай көріскен кезде бар, ассалаумалейкум деп. Былай қатты бүйтіп тығыз араластығымыз жоқ та. Сіз енді осы қаңтардан бастап шығармашылыққа кірсем деп жатсыз ғой, бірақ сіз шығармашылыққа жаңғыртуды, шығармашылық жолын өткен жыл бастап кеткен сияқтысыз, өйткені жаңа ZTB Music-тан шықтыңыз, жазда. Мен сұхбат алып жүргенде шығып кетті ғой деп ойлап едім көріп. Одан алдын батыста 4 қалада концерт бердіңіз, иә? 2 қаласында бере алмадық, 2 қалада бердік. Неге дәл батыста, неге үлкен қалалар, Астана, Алматыдан бастайды ғой, әдетте біз соған үйреніп қалғанбыз әншілер? Сол негізінде бәрі республика сарайында беріп отырған негіз концертті. Қанша қазір жастар, нелер. Алла қаласа, биыл Алматыда, Астанада берем деген ой бар. Бірақ енді республика сарайы болмаса да, жаңағы мен үлкендеу жерді не істегім келіп жатыр. 50 тиын келіп Алматы аренаға концерт берді, мысалы, Экон келді. Иә. Солардан қаламыз ба деп тұрмын да. Солардың қай жері келді? Қай жеріміз келді. Бізде толтырармыз залды. Қазір туындылар шықсын, соны жаймен живой концерт бергенге не жетсін. Осыдан бірнеше жыл бұрын I'm Singer-ге қатысып жүргенде ғой деймін, сіз жалпы саясаттан қаншалықты алшақсыз немесе жақынсыз? Праймериз туралы жазған 1-2 постыңызды байқадым да, осыдан сол праймериз жаңғырып тұрған кезінде. Қандай нелер жоқ? Праймериз туралы 1-2 ойыңыз. Қателеспесем. Сондықтан өзіңізден сұрап жатырмын, қаншалықты саясаттан алшақсыз немесе жақынсыз? Мен негізі
өзімде баяғыдан ойым бар. Культураға жұмысқа кіру деген. Сөйтіп жаймен. Енді ол жаққа кіретін болсам, менің өнерім тоқтап қалады деймін да. Бірақ саясатқа былай аса жақын емеспін. Мен өзім не істей аламын, жаңағы культура, музыка жағы, сол жағынан ғана болмаса. Кім біледі, мүмкін депутатта болып кетерміз, мысалы. Болып жатыр ғой қаншама жастар. Негіз ниеттісіз ба? Ниет бар. Ниет бар. Қандай жаңашылдыққа келетін едіңіз? Қандай жаңашылдыққа келетін едіңіз? Қандай немесе шешімдер депутат ретінде? Депутат болып па, әлде жаңа культурада ма? Депутат ретінде болсын, шенеунік ретінде? Енді ол жағын мен түсіне бермеймін ғой әлі. Бірақ сіз өнер жағын түсінесіз ғой? Өнер жағын түсінемін. Музыкант ретінде. Өнер жағын күшейтетін едім мен негізі, мысалы. Культураның бастығы болсам да, мысалы, Шымкентте ма, облыста ма деген сияқты. Ол жағын бәрін түсінеміз да, ол жағын. Қазір біздің Шымкент, мысалы, мегаполис болды, білесіздер ғой енді. Үлкен қала, жаңағы шоу жағын, не жағын бәрін дамыту керек та тағы. Үлкен кәдімгідей проекттер жасау керек, жаңағыдай. Үлкен масштабный концерттер ұйымдастыру керек. Туристерді мысалы көбейту керек, мысалы. Сол сияқты ғой. Қаншама қазір конгресс холл ашылайын деп жатыр бізде Шымкентте. Кереметтей жер. Өте керемет. Қанша адам сияқты деді, 3,5 мың ба. Сондай. Сол сияқты жаңағы қалай айтсам болады, творчество жағынан жаңағыдай үлкен масштабный жаңағыдай нелерді ұйымдастыру ғой. Шығармашылық жағынан Шымкенттің статусын көтеру дейсіз ғой? Статусын көтеру. 2 жыл бойы, шатаспасам, 2 жыл қатарынан Наурыз тойы Шымкентте дәл дүркіретіп өтті. Астанадан қанша, бүкіл Астана келді осы жаққа. Шығармашылық жана ел алдында жүрген өнерпаздар неге қайрат өнер көрсетпеді ол жерде? Мен неге көрсетіп жүрдім мен? 2 жыл. Площадьта концерт болды. Неде киіз үй тігілген жерде, сол жерде өтті ғой басты Наурыз 2023 жылы? Киіз үй? Қай жерде еді? Ипподромда. Ипподром. Біз мынау қаланың ішіндегі жаңа площадь бар ғой. Енді ол жылда өтетін кезекті шаралар ғой, бірақ бүкіл елдің 5 жерде болды, бірден 5 жерде болды. Бірақ бүкіл Қазақстаннан жиналды ғой ол жерге. Өйткені бүкіл бюджет Шымкентте бөлінді. Ол жерге шақырмады ма? Бірақ естідік, концерт болған. Ең дүркіреген той сол жерде болды ғой, бүкіл ел, бүкіл қала, бүкіл Астана, Алматы соқты жүрді. Бірақ күшті болды дейді өтер. Біз прямой эфирден көрсетіп тұрды ғой бізде площадьта. Әр қала, Алматы, Астана, Қазақстан телеарнасынан. Сол бізде бәріміз көрсеткен. Тікелей эфирден. Сондықтан Үлкен тойға бірақ бармадыңыз. Үлкен тойға бармадым. Жаңа айтып жатсыз ғой, Шымкенттің өнер жағынан, шығармашылық жағынан статусын көтеру туралы өзіңіз айтып жатсыз ғой. Былай алғанда жалпы Шымкент бір өз алдына бір басқа қала да, Алматы мен Астанадан бір бөлек ортасы бар үлкен қала. Өзінің бір ивент жағынан болсын, өнер жағынан болсын, өзінің әншілері бар, бөлек. Алматыда да, мысалы Алматыда өнер көрсетпегенмен, Шымкенттің халқы көп деген сияқты. Өзіңіз осы тұрғыдан жалпы өнер шығармашылық тұрғысынан қалай бағалар едіңіз? Шымкенттің масштабын алған кезде Шымкент қазір мегаполис статусына ие болды ғой жалпы? Мен өзім сезгендей көшіп келген екенмін ғой. Шымкентке ше. Әлі мегаполис болмай жатып. Түркістан облысына ауысты ғой. Оңтүстік емес, Түркістан облысы. Соны сезгендей келіп болмай. Біздің Шымкент негізінде қазір өте қатты дамып жатыр ғой. Иә. Өсіп жатыр. Бірақ айтып отырмын ғой жаңағыдай строительство жарайды ол. Қазір салынып жатыр неше түрлі нәрселер. Үйлер, зәулім сарайлар деген сияқты. Бірақ жаңағыдай туризм жағын дамыту керек та бізге. Бізге мүмкін бір орта Азияда болмаған бір үлкен бір
қалай айтсам болады, біздің Шымкенттің несі ауа райы қолайлы, иә, жазда бір үлкен аквапарк па мысалы, Орта Азияда болмаған мысалы, сондай бірдеңке ашып СНГ-де болмаған деген сияқты ше, сондайлы ашып мысалы, туристер ғой ең бастысы, туристерді Орталық Азияның орталығына айналдыру керек. иә айналдыру керек. Шымқала қазір 3-ші қала, сондықтан меніңше әлі жұмыстар көп. Мысалы Жалпы өнер ортасына шығармашылық деңгейге аэропортта мысалы екінші салынып жатыр деген сияқты ғой енді. Политикаға кетіп қалсаң нешті, жай мен көрдім оны деп ше просто осыдан 1-2 жыл бұрын мегаполис болды, бірінші әкім, бірінші орынбасар деген сияқты дүркіретіп сайланды. Майра Мұхамеджанқызын алып келді, Сәкен Майғазиевті алып келді. Сіз мысалы қарасаңыз қаншалықты 2 көтерілді? жылдың ішінде біраз деңгейге жетіп қалдық қой негізінде. Байқайсыз ба? Қазір мысалы Сіздің көзіңізбен қарағым келеді. Мен сол үшін көшіп келдім. Жоқ, негізінде айтып жатырмын ғой. Кем емес қазір. Астанадан да кем емес, Алматыдан да кем емес. Әлі тағы да өседі. Шымкентке қала беруге ниеттісіз, иә? Ниеттім. Ниеттісіз. Ары қарай жаңғырта беруге, иә? Шымкентте қалуға ниеттім. Жалпы өнерден басқа осы уақытта тағы немен айналыстыңыз? Қандай нәрседен енді бәрібір сіз өнерді айтып отырмын ғой, жаңа караокеде көрдім, одан да шаршадым. Оңай емес, жаңғырып жатады іші постоянно. Өте ауыр нәрсе екен. Өзім ойлап қалдым, бір халал бірдеңке ашамын ба деп, асханама деген сияқты. Сол тыныштап. Басқа ештеңкемен аса айналысқан да жоқпын. Отбасы, әйтеуір сондай мәселелер ғой. Америкаға кету арманым деп айтқан екенсіз, иә, осыдан бір ескі сұхбаттардың бірінде. Көп сұхбат бермепсіз соңғы жылдары. 2 жыл бұрынғы сұхбатыңыз көрдім, 2,5 жыл бұрынғы. Бірақ алдыңғы сол сұхбаттарыңызда Америкаға кету арманым. Сол жете алмай кеттік қой Америкаға. Барып қайту керек. Барып қайту керек деп сөз айтасың болды. Алла нәсіп етсе. Сізді көбісі Эд Ширанмен салыстырады, айтпақшы. Ағылшын әншісі Бруно Марспен салыстырады. Джастин Тимберлейк. Иә. Бірақ соңғы клипіңізді көргенде 7 жыл бұрынғы шыққан тоқтамай әні. Питбульдің вайбы бар сияқты да. Негізі өзіңіз қалай ғой сол әншілермен салыстырған келісесіз ба? Кімге өзіңіз еліктейсіз? Мен сол Джексон, Майкл Джексон, Джастин Тимберлейк, Бруно Марс әндерін біраз айтып шықтым ғой, айтып жүрдім ғой. Әлі күнге шейін салыстырады ғой. Иә. Қазақтың Майкл Джексон деп. Өйтіп билемасақ та, бірақ дауысын келтіреміз да. Неше түрлі, мысалы, площадкаларда, қанша сайттарда, желілерде болсын, барлық жерде сіздің өзіңіздің постыңыздың астында қаншама мыңдаған жүздеген қайрат қайдасың, қашан шығасың деген сияқты комментариялар өте көп та. Мысалы, сіз оны көрмейді емес, көріп жүрсіз деп ойлаймын. Көп, өте көп. Не сезінесіз оны көргенде? Уақыт өтіп барады деймін. Ішімнен. Өкінесің, өкініш болады іште. Неге істемеймін мен осыны? Неге қуантпаймын халықты деп? Ән істеймін деймін, сонымен қалды жайына. Бірақ Алла нәсіп етсе, осы жылы ештеңеге қарамай халықты қуантамыз деген ойдамын. Құдай қаласа ниетіңізге жетіңіз. Бірінші болып жарысылайық бізде сіздің жаңалықтарыңызды, Құдай қаласа. Қалай ойлайсыз, осы сәтті мансап құру үшін жалпы мінез маңызды ма, талант па? Негізі талант 1% қой негізінде. Еңбек 99%. Сондықтан мінезге байланысты деп ойлаймын. Дұрыс па? Мінезге байланысты деп ойлайсыз. Егер еріншек болсаң, ерместейтін болсаң, деп жүре бересің. Талант ол 1%. Қалған бәрі еңбек болу керек. Сіздікі еріншектік па негізі? Сондайлар да болады. Сөздің ашығы ол. Арасында болып тұрады, иә? Конечно.
көп қинамай ақ қояйын енді сізді ары қарай. Бір-екі сұрақ қоям. Осыдан 18 жыл бұрын, иә? Суперстар жобасының жарық жұлдызы болдыңыз. 18 жыл бұрын, 18 жыл өтіп кетті, иә? 20 жылға жуық халықтың арқасында, көпшіліктің таңдауымен. 16 жаста ма едіңіз? 16 ма? Иә. Сол кезде о баста жалындап тұрған жас, иә? Суперстарға, Алматыға келдіңіз, иә? Бастапқыдағы сол о бастағы арманыңыз қандай еді? Сол кездегі ма? Жас болдым, бірақ менде андай не болатын. Мен Америкаға баруым керек, шетелдің бір әлемдік жұлдызбен өлең айтуым керек деген сондай оймен жүре бердім. Негізі ең бастапқы суперстарға дейін осы өнерде, шоу-бизнестағы ағаларымыз, әпкелеріміздің арасында өнер көрсетіп жүрсем екен ғой деп. Сондай арман болды. Ең бастапқысы. Жұлдыз болу, иә? Жұлдыз болу. Сонымен орындалды, Аллаға шүкір. Орындалды. Содан кейін ары қарай деп жүре беріппіз ғой тұр. Уақыт өтіп кетті. Уақыт өтіп кетті. Сондықтан бұл жылдан қалмау керек. Хит әндеріңіз көп деп айттық қой жаңа, иә? Әндерді шығару керек. Солардың ішінде ең сүйікті әніңіз өзіңіздің қандай ән? Сүйікті әндердің бірі өзімнің әндерімнен ба? Сол ұшқан бағым шығар. Ұшқан бағым. Сіздің бағыңызда ұшқан ән, иә? Жоқ. Менің әнім емес, маған бүйтіп ұсынылған ән. Ұсынылған болғанда ескі ән ғой. Орындауға, иә? Иә, орындауға. Соны орындап беріңізші, соңына қарай орындайын дедіңіз ғой, енді өзіңіздің. Ұшқан бағымды ма? Иә. Әлде басқасын айтайын ба жаңағы? Алау сезімді айтайын. Алау сезімді, давайте. Мөлдір аспаныма нұр сәуле шашқаныңда, үлбіреп аппақ жүзің жүрек тут шаққаныңда, бұлқынып алау сезім таусылып тағат төзім. Өзіңе періштемдей ынтығып қарай берді. Айтамыз бірге. Жарқ етіп жанарың, назданып қарады жаным. От болып жанамын, жоқ болып барамын жаным. Журналистердің дауысы күшті болмайды енді. Керемет. Соңына қарай Билейміз ба? Маған солай көріп тұр ма, әлде сіз сұхбатқа келгеннен бастап қазірге дейін сізде бір нәрсе ұнамай тұрған сияқты ма, сізде бір толқыныс бар сияқты ма, қалай? Жоқ, бәрі ұнаватыр. Өзім сәл, температурам бар ма, сәл, маза болмай жатыр енді. Сіз күтпеген жағымсыз сұрақтар болды ма жалпы? Жоқ. Болған жоқ па? Нормально. Нормально. Жоқ, негізі мынау өзіңізге де келісім беріп, жылдың алғашқы күндері бірінші сұхбат болып тұр ғой мында. Иә, жаңа жылды. Соңынан енді сұрақ қойғым келеді. Бірнеше жыл үзіліс болды енді шығармашылығыңызда. Сонша үзілістен кейін сізді күтіп отырған, сізді күткен осы уақыт ішінде миллиондаған көрермен, Қазақстаннан ғана болмауы мүмкін, миллиондаған тыңдармандар үшін қандай сізден месседж болады? Жаңағыда таңғалдыру жағынан ба, қалай? Жоқ, сіз не айтар едіңіз жалпы? Не айтқыңыз келеді сондай жанкүйерлеріңізге, сізді қанша жыл күткен? Енді мен қатты өкініштімін, енді кешірім сұраймын біріншіден. Өйткені қанша жылдан бері әйтеуір мен де айтып келе жатырмын, міне жағам деп сөйтіп біраз уақыт өтіп кетті. Сондықтан тыңдармандарымнан, өзімнің жақын тыңдармандарымнан кешірім сұраймын. Бұдан былай бәрі жақсы болады деген айтамын. Бұл енді бір нем болсын да, жаңағыдай. Сөздің басы. Сөздің басы болсын, еш ренжімеңіздер. Жоқ болып кетсем,
бірақ сіздер үшін сіздерді әлі қуантамын деген сенімдемін. Бәрекелді. Ендеше күтеміз. Құдай қаласа. Көп рахмет сізге. Сізге рахмет. Сізге рахмет. Аман болыңыздар. Ал, Рахмет, көрермендер, аман болыңыздар. Не дейді өзі? Подписка жасаңыздар. Көріңіздер, комментарий қалдырыңыздар. YouTube каналға жазылыңыздар. Рахмет үлкен. Ал, жаңа жолдарыңыз бен? Сізге журналист керек емес екен ба? Өзім ақ жүргізіп жатырмын ба? Мен сөзім бәрін айтып тастадыңыз ғой.